Барлығыңызға қайырлы күн достар. Бүгін мен сіздермен бауырсақтың рецептімен бөлісетін боламын. Бұл рецептімен бауырсақтарымыз шарқ-сап өріліп, жұп-жұмсақ болып шығады. Бізге керегі жылы сүт, оны алдын ала жылытып аламыз, және жылы су, 10 грамм ашытқы, және 1 ас қасық қант саламыз. Барлығын қосып араластырып, 15 минутқа бетін жауып демалдырамыз. Біздің ашытқымыз 15 минуттай тұрып көпіріп көтерілді. Егер көпірген болса, онда қамырымыз жұмсақ, әдемі болып шығады. Келесі 2 ас қасық майонез және 1 шай қасық тұз саламыз. Илегіштің көмегімен ұнымызды илеп, жұмсақ қамыр илейміз. Қамыр қолға жабысатындай жұмсақ болу қажет. Бауырсақтың қамыры ашыды, 1 сағаттай тұрды. Енді оны жайып, қатты жұқа емес, қатты қалың емес, орташа қылып жайып, стаканның көмегімен дөңгелектеп бөліп шығамыз. Қызып тұрған майға бауырсақтарымызды пісіріп аламыз. Бауырсақтарымыз осылай үріліп, жұп-жұмсақ болып піседі. Осы рецептімен дайындап көруге кеңес беремін. Рецепт ұнаса, лайк басып, тіркеліп кетіңіздер.